Сәлем! Фунчоза салатын дайындаймыз. Менің басқа да видео рецепттерімді көру үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Салатты дайындау үшін ең алдымен етімізді соломкалап турап аламыз. Одан кейін бір сәбізді күштен өткізіп аламыз. Көкөністердің барлығын соломкалап турап аламыз. Бұл салат үшін мен тәтті сары бұрышты және полуострый перец, яғни тунганский перец және де помидор мен огурцыйды пайдаландым. Фунчозаның үстіне қайнап тұрған су қойып, бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Қызып тұрған табаға азғантай мөлшерде сұйық май қосып, етті салып қуырамыз. Қуырылған етіміздің үстіне толтырмай бір шай қасық тұз қосамыз және де жарты шай қасық бұрыш қосып араластырамыз. Қуырылған еттің үстіне шамамен бір ас қасықтай қайнаған су қосамыз. Бетін жауып баяу отта 10-15 минут пісіреміз. 10-15 минуттан кейін үстіне соя соусын қосамыз және де сәбізімізді салып араластырып қуырамыз. 5 минуттай қуырылған сәбіз бен етіміздің үстіне бір тілім осындай чеснокты саламыз. Чеснокты вилкадан өткізіп. Енді еттің үстіне қалған көкөністерімізді қосып араластырып 2-3 минуттай қуырамыз. Видеода көрсетілгендей для фунчоза заправкасын қосып араластырып, сіңгенше крышкасын жауып қойып қоямыз. Фунчозаның заправкасы осымен дайын болды. Енді осының үстіне фунчозаны саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Фунчоза салаты дайын, көріп тұрғандарыңыздай әдемі және өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әсел ас болсын.